Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай балық қуырамыз. Бұл ең оңай жолы. Балықты менде сазан қабығынан тазартып аламыз да, осындай жақсылап жуып, осындай майда бөліктерге бөлеміз. Қанатшаларын алып тастаймыз. Бөліп осылай тіліп қоямыз. Ортасы жақсы пісу үшін осылай тіліп қою керек. Міне қанатшаларын алып тастап, тіліп жақсылап. Құйрығының қанатшасын қалдырсаңыздар да болады. Ұнатпасаңыздар алып тастайсыздар. Енді тұздаймыз. Тұздағанда осылай жағып, жаңа тілген жердің ішіне дейін кіргізіп жағу керек. Одан кейін міне ұнға аунатып аламыз. Керегімізді алып, сковородкамызға сиятындай қылып тұздап, аунатып аламыз да, қызып тұрған сұйық майға саламыз. Жақсылап салғаннан кейін астын жай басып қоямыз. Орташа отта тұру керек. Қызарғанша пісіреміз, одан кейін екінші бетіне аударамыз. Міне тәбетті ашатындай қып-қызыл қытырлақ болып шығады. Майға піскенше осындай тарелканың үстіне қағаз орамал қойып, піскеннен кейін сүзіп аламыз. Мінекей. Менің YouTube арнамда басқа да рецепттарды көре аласыздар. Менің YouTube арнама тіркеліңіздер. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне балығымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.